Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде таңғы асқа арналған гренки дайындайтын боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттар: 1 жұмыртқа, жарты стақан сүт, 2 ас қасық шекер салып, барлығын саңсқымен жақсылап араластырамыз. Сіздер гренкиге желінбей қалған нандарды пайдаланып тастасаңыздар болады. Мен кешкі астан қалған нанды осылай ысырап болмасын деп таңғы асқа пісіріп тастаймын. Таңғы асқа керемет, тойымды, дәмді болады. Видеода көріп тұрғандай кесілген нандарымызды жұмыртқаға батырып аламыз және қызып тұрған табаға май құйып 2 сағат қызартып пісіріп аламыз. Табаға көп май құймаймыз, жай табамызды майлап алсаңыздар болады. Гренкеміз дайын болып қалды. Таңғы шаймен өте керемет болады. Бірге дайындаңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.